Нормальный кетірге? Нормально. Дейді азаматта. Халат киіп алған үстіне. Султан Плаза деп тұрмын аяғында ше. Қолға келетін презик сұрайсың деп. Жігіттер мен ақыры өлтіресіңдер қоя дейді ғой десек. Тан-тадан, та-да-да-да-дан-тадан. Болған оқиға. Көрерменге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде көңілгі айбайы. Соны 100% потолокқа жабыстыруға арнайы келіп отырған сіздердің сұрауларыңызбен Жандос пен Азамат! Жандос Болған оқиға Pictures деп представляет. Жандос білесіздер, Өткенде кеп біразын артына біраз шыққан. жыртып кеткен. Сол Жандостың аузынан шыққан Азамат деген сутенер пранкер. Айтып қойдым ба деді. Азамат деген кім деп отқандарға осы алдындағы. Алдыңғы эфирді еске салайық. Азамат дейтін директорымыз бар, Арыстанбеков. Любой жерден қызықтау болады ол. Любой жерден қызықтау, ішіміз пісіп отырса. Азамат, мен, Баука, үшеуміз, короче, атын айтпай қойын бір ағамыз келеді осы жақта. Күшті настроениемен келдірам деп қалды. Міне бір шүйке басты. Бүгін деп еді. Азамат, ей дейді ғой. Деді ана бір. Мен сразу еді. Осың ғой, братан деймін. Уже мен Азаматтан енді не ол? Ейдің аржағы не ол деймін. Бауканың бөле әпкесі ғой деді. Соны мен Аза дейтін брачкам бар ғой, Азамат Томпақ. Пранктың төлесі ғой енді. Саид брат болып сөйлеседі ғой Аза. Менің новый номерімді қайдан алдың дейді ғой. Ана қазір видео текст жіберемін, соған видео провод түсіріп жіберші дейді ғой. Аза да ше, андай ғой. Бір кезде Аза жазады ғой. Ағам, видеоңыз дайын дейді ғой. Азалатты түрін көрсетеді ғой. Заттыбек бауырым, өнерге қош келдің дейді ғой. Сол күйдіргі осы. Ал Азамат көңіл күй қалай? Жақсы. Көрермендер бірден келісіп алайық қандай. Даугым, кимчини не қазақша сөйлеп отыр дейтін нәрселер керек емес. Негізі мен Азаматты өмірде қанша көрсем де, бұны үйтіп іші толған пранк екен білмедім мен. Вообще білдіртпейді ғой, прикинь. Қабдолмен қанша беташарда көрдім, қанша тойда сендермен көрдім, бірге постоянно жүретті бүйтіп. Мен бұлардың директоры, администраторы деп ойлайтын, бірақ мен отырып алып түнімен пранкқа сценарий жазады деп ойламаппын мен ше. Ё-майы. Ал не жаңалық? Осы аралықта кімді мал қылдыңдар осы аралықта? Алдыңғы выпускпен осы жерден бір свежий. Менің туған ағамнан бастайық. Кетші. Бірінші өзім семьямнан бастайын. Чтобы сіздерге жақсы болу үшін. Бүгінгі шығарылымда барлығың аттарыңды айтам. Фамилияларыңмен, әулеттеріңмен, руларыңа дейін айтамыз. Короче, бізде андай не болады ғой. Братанның кейде андай істейтіні бар. Әркім нөмірін әртүрлі сохранить етіп қояды. ГАИ ұстаған кезде звондай салады. Міне өзіміз ғой жігіттер дей салатын. Бар кейде. Сөйтіп маған звондайды. Азаматқа шығады. Аза мен ұстап отыр, короче, осының үшін айтып жібер дейді ғой. Дейді да, мен деп отқан қойып тастайды. Одан кейін қайттан звондап тұр 5 минуттан кейін ше. Ассалаумағалейкум, брат, осындай деп. Деймін ғой, мен одан не айтамын мен? Қай полк не десе уже арғы жоқ қой, сөйлемей қаласың. Дейді тұрады да, айтады кім Бека. Мент алады жаңағы ше, сотрудник алады да. Ассалаумағалейкум, брат, немен ұсталып тұр деймін ғой. Пешеход өткізбеді, брат дейді ғой. Жібересіз анан қорқып тұр просто деймін ғой. Сен жаңа сотрудник деп айтты ғой дейді анау. Ешқандай сотрудник емеспін мен. Жұмыс істемеймін деймін ғой. Қумаш дейді да, деп жыртылып қалады ары қарай. Может, я просто айта алмай тұр ғой дейді. Жоқ, сен вообще қақта жұмыс істейді. Көрмедіңдер ма ол видеоны? Бәлем көрсетші, бар ма? Кетші. Видеоға түсіріп отыр ма? Тиктокқа кетіп қалған, мынау түсіріп алған ғой сразу звондаған кезде. Мен көрдім бір видео сондай. Дәл сол ғой. Алло. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Немен ұсталып тұр, брат? Пешеход өткізбеді, брат. Брат кет, братан, жібересіз. Тиын беріп бітеді ғой. Сен кім боласың? Сен кімсің? Досыммын ғой, дос. Досы болғанда вообще кім болып істейсің вообще? Жоқ, ешқандай жұмыс істемеймін мен. Енді Просто айта алмай тұр ғой. сен органда істейді деді ғой. Жоқ. Онда
психологда сөйтеді. Одан кейін звондамайтын болған ғой. Мен мына видеоны көрдім. Бірақ мен сен деп ойламаппын. Айтып тұрмын ғой, түріне қарасаң ондай деп ойламайсың. Вообще ема. Үндемей пигоди жеп отырады деп ойлайсыз ғой негізі, бірақ айырады екен баздары жоқ. жіберіп қандай жіберді ма содан кейін? кетші деген ғой Кетші деген ғой. Ұмытып кетіппін ғой. Нені? Жасикті алдында айтам деп. Негізі болған оқиға басқаша. Бүгін емес еді бар ғой, бүгін емес еді. Сол бүгін екен. Сол бүгін екен, бүгін айтатын Бірақ екен. Жасик сені масқара ойнады деп. Ой, Машадан я. түсті да, жаңбыр жауып тұр дейді. Иә. негізі Зерлеп бүгін отыр. емес бүгін емес еді ғой деп мен айтуым керек қой жерде менің қолым сынып қалды ғой ол күні Мынау ғой, мына оң қол кетті ғой. А сен қолың сынып кетпе сол кезде? сол авариядан Сен айтқан жоқсың ба бүгін емес еді ғой деп? Айттым. Иә, жерге отырмадым бірақ, демедім сосын. Анау енді драматургиясын келтірді ғой енді. Қызық қылып жіберді ғой. Бит тұрды да бит тізерлеп отты да деді ғой, білесің бе? Иә, тізерлеп отты. Жаңбыр жауып тұр еще деп. Жаңбыр жауып жоғары қаратты. Бүгін емес еді ғой. Шақырайып тұр. Неге? Күн ыстық еще. Бүгін емес еді ғой деп. Сөйтіп айтты деп. Еще мен машинадан шықтым дейді ғой. Мен машинадан шықтым да жаймен қасым. Құмыш, енді қашан дейді. Енді қашан депті деймін. Қадір емес пе, осымен ақылдаспайды ғой дейді. Ондай болған жоқ па не? Айтып берсейін. жоқ бүгін емес еді ғой деген білмеймін ол жерін ше бірақ Жоқ, короче, бүйтіп келдік таңғы сағат 5 июль. Мен келіншегім туған күні, соған асығып келатқан кезде таңғы сағат 5-те ғой, светофордан анау асығып келеді да, бүйтіп бұрылады да. Мен жасылға өтіп бара жатырмын, қарап тұрмын ғой, анау маған келатыр машина. Ей деп тұрмын ғой, сәл басылсай деймін, ол да маған келатыр ғой, бүйтіп қарап. Мына жерімізден келді де бұрқ еткізді бүйтіп. Азамат өйстіп бүйтіп ұйықтап отқан ғой Азамат. Ол бүйтіп маған салмағымен кеткен кезде қолы сынып кетті, короче. Қолым деп отырып қалды. Машинаны былайынан итеріп тастады. Түстікті машина. Сен жындысың ба деймін, не болып жатыр? Бірдеңе әңгіме болып жатыр. Bir кезде Жасик түсті артынан. Не болып жатыр? Бірдеңе ана братпен қырылып жатыр. Давай гай шақырсақ, гай шақырайық, андай-мындай әңгіме болып жатыр. Bir кезде қарасақ Азамат қолын ұстап алған. Скорый деп жатыр. Уже скорый шақырып жатыр. Не полиция шақырып жатыр, бірдеңе шақырып жатыр. скорый келатқан кезде в общем бір таныс қызымыз келіп қалды соға ше Сосын соған звондатып, сонымен машинамен келші деді, короче, оған. қолым ұстап алған бүйтіп ауырып жатыр енді қатты ше келіп мен құшақтап жатыр ғой Азамат жаным деп кетші деп жатырмын ғой мен жоламашы деп жатсам Жасик артынан түсті басым дейді ғой бәріне бүйтіп жатыр, короче, бүйтіп жатыр. Азамат қолың не болды? Жандос саған ештеңе болып қалған жоқ па? Жандарым бірдеңе деп жатыр еді ғой. Жасик сәл тұрып, басым. Сол жерде айтамын ғой, деймін, не болып кетті, мына скорый емес, Азаматты не алып жатыр. Еще ар жақтан келіншегім аэропорттан түсейін деп жатыр, мен Шымкенттен келіп жатырмын, ол Оралдан келіп жатыр 4 күн. Соған Иә, мен барып күтіп алғым керек. Не болып кетті мынау деймін ғой, скорый емес, бүгін болып жатыр, мынаны бәрі деймін ғой, короче. Енді қашан дейді. Енді қашан деген сол ма? Артынша бәлсаға кетті ғой ағам. Сол неден кейін ба? Бірден қолын алып кетті де, еще оған Қолын алып кетті деймін. өзі қалып қойды десең. Өзі қасымда жүр десең. Қолын емдеуге алып кетті. Сөйтті де бұны больницаға апарды. Енді мен іштей кінәлі болып жүрмін ғой. Аза кешірші деп жүрмін ғой, короче. Сен не үшін кінәлі? Типа за рулем отырдың? Иә, за рулем отырдым енді. Именно сол жермен өтпей қойғанымда ғой деген сияқты нәрсе ғой енді. Сөйтіп жүр едім. не керек деп Қайта сондай беремін ғой. Мынау еще бірінші күн операция жасаған жоқ бұны. Иә? Сөйтті де бұны алып кетеді. Мен қайта звондап отырмын. Аза не керек саған? Бірдеңе. Бірінші күні вообще хабарласқан жоқпыз, короче. Мен осындай ертең жасайтын болып тұрмын. Ертең операция жасады. Қайта звондап отырмын. Аза саған не керек? Деймін ғой. Мына ишектің іші пысып кеткен ғой. Операциядан шығып тұр. Дауысы анда не керек па, анда нормально деді да бүйтіп. Айтшы деймін ғой, жоқ тамақ керек па, андай керек па, или не алып берейін бірдеңе деп едім ғой. Мен андай қылып тұрмын енді деп тұрмын ғой бүйтіп звондап. Bir кезде бүйтеді ғой бұл. Телефонмен тұрып, не дедің? Короче, аптекке барасың деді ғой. Болды деп, уже шықпай жатырмын аптекке дедім ғой. Қолға кетін, мен жаңа ғана шықтым ғой операциядан, иә. Қолға кетін презик сұрайсың деді. Қолға кетін бар ма не дедім ғой, короче. Иә, ана операциядан кейін сондай тақ деп айтып жатыр маған дейді. Жарайды дедім, аптекке бардым ғой. Саламатсыз ба деп кірдім бірінші аптекке. Саламатсыз ба, не керек сізге деді, короче. Қолға кетін, презик керек, операциядан шығып еді ғой дедім. Бүйтіп касса тұрды.
презик қолға деді ғой. Иә, қолы сынып кеткен, полный операциядан шыққан, сол доктор айтып жатыр дейді, қолға келетін презик десем. Ондайды мен естімедім дейді. Ой, кетші мынау дедім. Ана кішкентай аптека ғой. Шығамды центральныйға кетем. Әуезовадағы ше, соған барамын, центральныйға кірем. Очередь қой жер. Бірінші газ, екінші газ, үшінші газ, кім соңғы деп тұрмын ғой мына жерде. Мен осынысына газ, азат центральныйға келіп жатырмын деп жазып отырмын. Келемін де саламатсыз ба, артымда адамдар тұр. Операциядан шығып еді, қолға келетін презик керек дедім ғой. Қайттан. Деді ғой, құмаш деді ғой. Қол дедім да Азаның ешактығы есіме түсті ғой. Сол кезде мен енді жанталасып жүрмін ғой, шынымен де керек екен дедім да, ана мультфильмдегідей, Томи Джерридегідей осел болды ғой, басым бейтіп аптеканың алдында ше. Сөйттім да Азаға звондап, ешақ десем, мен айтам, ауырып атсың ғой, малоу. Операциядан шығып өтсің, сонда да прикол ұстап өтсің ба? Бірақ жақсы болды сөйтіп айтқаны, дым апарған жоқ қой. Ақшам қалтамда қалды, иә. Кішкентайын әкеп бердім ғой бірақ. Ауру. Соны үрлеп кеңейтіп алып киіп алдым ғой десе. Сендер натуре. Кейде осы сенің әңгімелеріңді өткенде тыңдап, қазіргі нелерін қарап, біздің өмір қызық емес па деп қаласың, негізі ше бүйтіп ойланып қаласың ғой, кәдімгі ішіміз пысып қалған сияқты ма деп. Зато сенде не ғой, қызық емес болғанмен ақша бар да. Біз тек ақшасыз қызық қылып жүрік. Оныңыз рас. Енді оны қалай жасырамыз? Енді десе. Қалай жасырамыз? Налогы бәрі төленіп жатыр. Ал, Не бар еді? Сайра, кедей. Көңілімді көтер. Ағаң көңілін көтер. Ағаң шаршады. Жесіктің жындылығы бар ғой, негізі кеміс қол таза жүрген. Ана өткенде Ғазаққа келіп кетті ғой. Бір жиенім звондады деді ғой, Азамат білетінші. Телефонмен звондап, былай ойна дейтін. Сол жігіт негізі любой темаға сразу өлім қалады. Сөйткенде осы жаққа келген ғой Алматыға келгенде, Жасик көтерілгім келіп батыр, қайқа түсем, киноға түсу керек ба, бірдеңе деген ғой. Жасик еттің ғой, сен білмейсің ба не жоқ. Негізі келген адамның барлығы әуезов театры бар ғой, соның алдына барады да дұға етеді деген ғой. Қарайсың да дұға етесің. Соның несін сыртын сипалайсың деген ғой. Әуезов театр. Әуезов театр уже ремонтқа жабылып жатыр. Көтергісі келетін адамдар деген ғой енді. Әуезов театр уже сырты плакат болып жатыр бүйтіп. Ремонтқа жабылып жатыр. Мына жерде охрана тұр, ворота тұр. Жасик мына бетінде тұр көшенің. Видеоға түсіріп жақындатып тұр. Анау көшеге өтіп ары қарай охрана тұратын жерге барып, есігі зибалап деп тұр. Тақалып алған. Истеп ұзақ тұрады еще. Деп тұрады да дейді да артқа қарай бұрылып өтті. Жасик жығыртылып тұр ғой. Соған дәлім қалды. Сол ойлайсыз, содан кейін қатты көтеріліп кетсе жақында. Артынша Жасик өзі барса. Сол жерге ма? Өзі айтқан. Бәріміз барсақ. Өзі айтқанда өзі сеніп қалса. Жоқ, лайым көтеріліп кетсін енді. Бірақ енді оған қалай сенеді адам? Өз театрына. Пранковать ету қанша жастан басталды сен? Қай жастан бастап әуес болдың? Сол Өскеменде келгендерің ғой, анау. Өскемен. Одан кейін де бар. Жүректі ауыртатын оның добивкасын айтамыз, Оны ең соңын алып қалып отырық біреуін. Мама, анау Осы әнші жігіт бар бір. Атын айтпаймыз, Иә, айтпай қойып. Соның бірге администратормен бірге Қызылорда қаласына барады. Бір тойдамыз біз бәріміз. Тойдан шығамыз, балдармен отқанбыз біз. Балдар қыздармен отқанбыз. Сөйтіп бір қызға жазады. Ол Әншінің администратор жазады. Иә. түнде. Екілерде ма? Сен қасында отырып жазып жатыр ма соған? Жоқ, Вообще ол жоқ. Сен мен вообще танымаймын. Мен қыздармен отырып, балдарым қыздармен отырып, сосын жазып жібереді анаған. Привет, қалайсың? Кеп қалды деп. Типа Қызылордаға. Иә, Қызылордаға кеп қалды деп тұр ғой. Сөйтіп маған көрсетті, танисың ба дейді. Осындай әншінің қасында жүретін жігіт қой деп. Бесші деймін ғой, сөйлесейші мен, пожалуйста. Сіздер бірге келіп отырсыңдар онымен Қызылордаға, Иә, бізге келдік, бірақ олар өздерінің гостиницасында жатыр. Олар бөлек жүр, вообще көрген жоқ, тойға выступать. Именно сенің қасында қызға жазғанын айтамын да. Ілім қала береді ғой бұған любой. Сөйтіп жазып жібереді, бес сөйлесейші деймін, ол мен деп бере салады. Даган привет деймін. Кеп қалдық ал Қызылордаға дейді. Қош келдің, қыз болып сөйлесіп отырмын мен. Кімсің сен, танымадым дейді.
деймін ғой мен. Сөйтіп фотоңды Сен қыздың атынан жазып жатсың. Иә, қыздың атынан жаздым. Фотоңды жіберші десем, Инстаграмда қандай қудырып тұрған суреттерін жіберіп тұр ғой маған. Жоқ, дәл қазір түсіп жібер деймін ғой мен. Сөйтіп халат киіп алған үстіне. Сұлтан Плаза деп тұр аяғында ше. Деп түсіріп жібереді ғой. Уа деймін да мен резко телефон көшіріп аламын анан бәрі. Болды деймін да отказ деп жазып жіберемін одан. И блокировать етіп тастаймын да беріп жіберемін телефонды. И қалат ертесіне келеміз. Бәріміз бірге шайын деп отыр қазір. Бірге аэропортқа барамыз. Аэропортқа барамыз да көтеріліп келе жатсақ екінші этажға. Жаңағы жігіт немен тұр ғой үшім. Әншімен бірге ше. Екеуі бірге үш айын деп тұр. Нешеде ұшады тұрады деймін ғой. Осының өзінде қазір оны. Сағат қаншада ұшатын еді деймін ғой ана. Деймін ғой ана. Мынау ғой. Жоқ бүйтемін ғой. Суретін абаға қойып қойған ғой мынау. Сағат неше болды дейді ғой шанаған қайта. Нешеде ұшады негізі де бүйтіп көрсетемін ғой. Анан тұр ақып кетті ғой кәдімгідей. Жаным. Еще кейде тойда кездесіп қаламыз ғой. Негізі ана жерде сразу біраз қайдан қудыруым керек еді негізі ше. Әрбір қызық емес қой уже. Жоқ, андай ғой типа. Шақырып па? Денеңді түсіріп жіберші. Уже перевоз. Ақыр гостиницада сияқтысың ғой бірдеңе деп ше. Бірдеңелер алып қойып күтші деп па андай. Қолға киет. Талпа болып кіріп барсақ, не болды? Талба бар, сен алдандың деп. Ей бей. Мынау үйші арасында сол тойға келеді ғой, біз жүргізіп жатқан кезде. Біз кіріп кетеді да, дерзко кіріп кетеді да, біздің жүргізіп жатқанымызды көреді да, резко азаға қарайды да, настроение түседі ғой уже. Аза уже анау кетқаннан бүйтеді да, авасына соны қойып қояды да, бүйтеді ғой, короче. Енді ол келіп, сол ғой музыкантты қоятын. Азаға келеді ғой. Енді үстін бір басам ғой. Үстін бір басам да, сағат неше болды дейді ғой. Ана байғұс өмірге дегенде ақымақ болып қалады бүйтіп. Сендер жаман үліпсіңдер. Еще бұған іліне беретінін айтсай солардың. В общем, жандостың үйіне етке шақырады бізді. Общий семейный. Арсендердің семьясы бар. Біздің семьямыз бар. Жандос, Қабдолдар бар. Бәріміз барамыз. Қабдолдар жоқ, иә? Қабдол жоқ. Ары қарай Шымкентке тойға кетуіміз керек. Ет жеп алып шығып кетуіміз керек, иә. Мен бірақ енді қонаққа келіншегіме ертіп бардым. Бірге бардық сол жерде. Общий бәрі барады ана жерде. Мен келіншегімнен басқа қалған. Бәрі кетіп барады. Жоқ, сол жерде отырып, давай Шымкентке шығып кетейік. Ары қарай менің туған күнім. Соны давай Шымкенттен тойды бітіріп, ары қарай Ташкентке кетіп қалайықшы дейміз ғой. Давай, ғалым шақырып алайықшы деп, ғалымды қыштып, ғалым братанға билет алып тастадық, короче, сөйтіп сонда істеп жатырық. Сол жерде отырып ары қарай. Сөйтіп тұрады да келіншектер, мен келіншегім айтады. Алып кетсек едік, жүріп ары қарай туған күнге ойнап. Мен жоқ деймін, ары қарай жұмыспен баратырық, негізі тойға баратырық қой 2 күн қатарынан. Қаяқта болады ол не? Керек емес деп, общем, алып шыққан жоқпын. И келіншегім настроение түсіп қалды, аналар қышытып отыр қайта. Абьюзер бірдеңе деп береке де. Біз еще далаға шығып келеміз ғой, ет жеп болып далаға шығып келіп кірсек, бәрі бүйтіп отыр. Азамат қайтсай деп отыр ғой, қыздар ше. Бәрі отыр. Жоқ, бармайды деп, общем, үйге қайтып кеттім. Жыны келіп қалады, бармайды деме, болды, болмайды, деп арға айта берсе. Болмайды деді, короче, бармайды, осындай деді. Бәріміз бір түрлі қалдық, жүр кеттік деді да, келіншегін алып шығып кетті, короче. Бәріміз бір түрлі қалдық, не болды екен? Айтсындар, Азаға айтсындар, бірдеңе. Сөзіне ет жеп алдық та, резко киімдеріміз, заттарымыз жинадық та, Азамат бізбен шығу керек енді. Сөйтіп Аза үйіне кетіп қалды, жолай, как раз Ташкентскийда. Азаға звондап келе жатыр ғой, Аза біз уже үй жақтан шығып жатырық дейін десек, Аза телефонын алмайды. Ал неше түрлі нәрсе ойлаймыз ғой, мына екеуін қырылдырып қойған жоқпыз ба, неге сендерді өйтпейсіңдер, иә, екі машина артта мерекелерге жатыр, қыздардың бәрі сияқты, неге өйтесіңдер, неге қыштасыңдар, біреудің семьясын қырылдырып, есігін алдынан келдік қой Азаны. Воротасын ұрамыз, шықпайды, звондап жатыр, алмайды, вообще телефон, үй жағында машинасы тұр. Не істеп жатыр бір кезде, келіншегіне звондадым, Мадинаға. Мадина ол да алмайды бір кезде тұрып, телефонды алды да, не? Бармайды Азамат дейді ғой Мадина. Шошып кетеміз ғой. Десеңе, ойнап айтам, душта бол дейді ғой. Уф, деді, короче, Азамат шықты. Ал енді. Шыққан кезде мерекелер маған жақтырмай қарап отыр ғой бүйтіп. Бір өзім шыққаным ма ше үйден. Бүйтіп жақтырмай отыр. Бөлек машина. Ұлдар бөлек, қыздар бөлек отыр өшім. Артымызда бүйтіп отырамыз екі машина. Мен шыққан кезде жақтырмай қарап тұр маған. Мереке ше, рульде отыр ғой. Сосын машинаға оттым да Арсенге айттым. Ілейт. Уже шығып батыр қалады. Бүйтіп айтты дедім Арсенге. Ояқта мен екінші әйелім бар.
Шымкентте. Шымкентте екінші келіншегім бар. Мен келіншегім білет оны. Сосын алып бармайды оны. Ойға барғанда сол екінші келіншегіне барады деп. Былай деп айт дейді ғой. Мерекеге сөйтіп айт дейді. Қандай просто сөйтіп айт, ешкімге айтпа деп айт дейді ғой, короче, Арсен. А мереке екінші дейтін болса болды ғой уже. Қыр жібереді ғой, бүйтіп, жан-жағын қыр жібереді ғой. Сен малсың ба? Сөйтеді да, Арсен бәріміз заправкаға тоқтаған кезде Арсен жайлап айтқан ғой, короче. Қайта-қайта айта бермеңдер, Майдан алып келді. Негізі Азаматтың екіншісі бар ғой, яқта. Шымкентке барған сайын өзі барады. Сол екіншінің қасында тұрады деген ғой. Болды, ары қарай заправка еттік та, болды, шығып кеттік. Жолда кеатырықта Атарға келген кезде бүйтіп екі машина бірікті ғой. Тарғапқа келген кезде екі машина бірікті ғой. Қатындардың барлығы деп келатыр. Уже ше андай деп бар ғой. Олар бір машинада ғой. Олар бір машинада уже ше бүйтіп келатыр ғой. Мереке бәрін оталдырып қойған. Иә, деп келатыр ғой, пышақпен ше мен сені тығам деп. Біз бүйтіп қайттан осып кеттік та жығыртылып келатыр ғой. Енді добивкасы қалай болады дейді. Білмейміз әлі. Добив қойған. Тоқтап маған сөйлегенінше мереке. Түсті да, бір жерге тоқтадық та әңгіме айттық. Дейді, мереке тұр, аза тұр ғой. Бірде айтқысы келіп тұр андай. Басы кетіп тұр. Нормально кетір ғой? Нормально. Дейді Азаматқа. Басы кетіп тұр. Деп темекшік тұр. Содан ары қарай кетті. Мадина жақсы ғой дейді ғой ше. Негізі Мадина жақсы ғой, деді ғой. Өзімен өзі. Мереке ше. Көшті ғой мен негізі Мадина ше. Алтын ғой, деді ғой. Алтын ғой деп ше бүйтіп тұр. Сонымен кетіп дальше жүріп батыр. Ал енді не істейміз. Мен қазір кетіп қалайын да мына жерден ше. Общемейде кетіп батым деп кетіп қалайын да ше. Короче, мынадай ситуация болды. Видео тыңдаңыздар. Аза досымыз келіншегін алып шықпай қояды, короче, Шымкентке. Неге алып шықпады деген кезде мен Мерекеге жазып жіберемін. Ол Азаның идеясы бірақ. Мерекеге айтамын. Мереке ол қатты әйелін ерте бермейді, потому что Шымкентте екінші әйелі бар деймін. Басқа біреуді айтсам мен сенбеймін. Саны ондай деп ойлаймын. Мадина менің стористарымды аңдып отыр да, қарап ше. Жоқ, жалпы енді бүкіл сторисін сөйтіп қарап отыр да ол, явно. Не болады, анау апармай ма? Екінші күн үйдеміз. Үйдеміз, уже Мереке полный ілініп қалды. Алина екеуі полный уже дайын. Сонымен не болды? Шымкентке бардық, жеттік уже азында. Таң ата жеттік, короче. Арсеннің үйінің алдында тұрып. Бәріміз соқа жайғасуымыз керек қой Арсеннің үйіне. Жетіп тұрам да, біздің той иелері гостиница алып қойған. Қабдол ұшып келеді. Қабдол екеуміз соқа жайғасамыз. Негізінде қада қалып қойсам болады. Просто мен дальше андай қызықтың кеп тұр ғой. Кеттім дездің ғой енді. Мен кеттім анда дедім, вообще бәрі тұрған соң. Қақа қоймас, кірсейге деп отырмын. Жоқ, мен яқта өзім туысқандарым үй бар, соқа кетемін деймін ғой. Бәрі бір-біріне қарайды ғой. Уже андай туысқан? Қандай туысқан? Деші андай. Деп тұрға бейті. Уже мен мына жерімнен бейтіп, мына жаққа қарап тұрмын бейтіп. Мына жақтан Алинаны көріп тұрмын, маған қарап тұрғанын ше. Сол жерде сұрақсыға бөліп баратыр, короче. Сонымен тұрқ, болыпты, қабылсасын ғой, кешке тойдан қалып қойма Аза, давай деп кетіп қалды, короче, такси шақырып, таксиім келді деп кетіп қалды. Деп тұрқ барлығымыз, деп ішке кірдік, бәріміз, мына бөлмеге нәрсе деп жатыр. Алина қасымнан шықпайды, бейт, неқтін жүрсем, артымнан, деп кіргізіп алып есіп жапты. Азамат қандай туысқанымен тұрады, деп бастады. Білмеймін еді, телефон шықып жатырмын, өйтіп. Негіз точно туысқан ғой, деп бастады ғой. Әлі айта алмай тұр, короче. Ешкімге айтпамен жүр ғой, короче. Білмеймін құрсын деп. Білмеймін, тасы ше. Думаш, не сол Азамат сұрақ қалдың, бірдеңе айтадық да, ұйықтап қалдық, короче. Кеш болды. Тойда келді ғой Алина, я? Иә. Келді да маған. Кім үйіне қондың бүгін дейді. Келе салып ше андай. Енді көріп тұр, кім үйіне қондың бүгін? Емес, осында туысқандарым бар. Сестренкім бар да. Сестренкім бар. Уже бағанағы қызық емес болып кетті. Сестренкі де осы сырлым. Сестренкім бар ма осы жақта? Қандай сестренкі деді, кетіп қалдық, короче. Одан кейін Мәкен үйіне бардық. Мәкен үйіне бардық қой. Мәкен деген кім? Марат. Сәрсен қонаққа. Соның үйіне барып қонаққа шақырды ол дейтін. Бәрім соның үйінде отыр. Бір аура бар.
аналарда мен телефон звондайды, кім звондаса да тұрып кетіп сөйлесіп жүрмін. шығып кете береді. Бұл шығып кеткен сайын саған деп әңгіме айтып отырамыз ғой. Бір телефонмен сөйлесе шығып кетеді ғой. Ана аза кетіп жатқан кезде бәрі Мен де ғой бәрін деп шындай шығып кетеді, шамалдан кейін кіреді, андай уже Азамат кірген кезде аналар тістеніп отыр, бүйтіп жыны келіп. Сөйтті де ертеңі болды ғой, бітті уже Ташкентке шығатын болдық таңда. Сөйтті де мынау уже Мадинаға билет алып қойған. Шымкентке ұшып келеді, Мадинаға түсіндіріп қойған. Біз, короче, осылай қылып жатырық. Сөйтті. Жоқ, туған күнің болды ғой сен. Ертесіне 2 күн болдық қой, 2-ші күн туған күні болды. Туған күн құттықтатты, тағы да мен кеттік енді үйге жүр деп тұрмын. Сен кетіп қалдың тағы. Жоқ, мен сестренкам үйіне барамын. Қандай сестренка болды? Уже басы кетті. Мә, осы жері бар екен ғой. Қандай сестренка ол, бірдеңе деді, короче, андай бірдеңе. Біздің бәріміз. Мен еще близкие друзьяма Жандоспен Әрсенді ғана қосып қойдым да, өзімнің кішкентай балам суретін сап қойдым. Братишка деп. Олар явно көрсетеді деп, оны көрген, в общем. Еще братишка деп қояды ғой, мал деп. Әйелдерім Сөйтеді бәріміз, мен туғанын құттықтадық та, андай-мындай айттым, бір машинаға міндік қой. Артта Мереке отыр, Алина отыр, тағы кім? Дако отыр, ең артында Дако отыр. Дакоға видео қосты деді ғой. Арсен айдап кетір, мен за рулем келдім. Уже басталды ғой. Азында Ташкентке шығамыз. Мал деп бастады ғой. Мереке ма? Анау деген, ана бармайды ол дейді ғой. Ишак, шишең кішін болып жатыр ана жерде. Ташкентке ма? Вообще андай настроениелерін түсірмеңдер. Бармаса бармай қойсын. Күшті болып бар қайтамыз өзіміз. Вообще өзгеріп кеткен ғой. Аза барғысы келіп тұр ғой, просто өсек түсіп қалады. Жоқ, бара берсін да, нормально. Айтып бара берсін. Оны нормальный қылып істеп тастамауымыз керек біз. Вообще мынандай ортада любовницасымен жүру нормальный деген нәрсені рекламировать етіп. Бармай қойсыншы. Ертең мен настроением түседі. Оны басқа біреумен жүрген көрсем, анашта шешесі сондай сұлу, мықты қатыны тұрып, аяқта біреумен жүрсе, ертең мен түр беріп қоям. Оған қатысы жоқ болса да, мен өзімді қоя берем любойның орнына. Мал десе. Бәлесінен аулақ ертең бәріміз кетеміз. Отыр ғой, скоро по-любому бәрі білет дейді. Біле берсін да деп өзі сөйтіп отыр. Бізден аулақ білсін. Айтсын осы баста. Мадина біле ма еще? Өздері біледі ғой. Өзіңнің тағдырын өзің білесің деді. Жоқ, барса өзі барсын. Бармаса, бармасын вообще. Қасына ана любовницасын алып жүрмесін ол. Бармайды ол. Бірдеңе, ертеңне ол екіншісін алып барайын деп тұр ма, Ташкентке деп басталды ғой. Деп кетір қой деймін. Маған не алды? Уже Алина бастады ғой. Қашаннан бері ол, неге айтпайсың сен? Шымкентке барған кезде сонда соны көрдің ғой сен, бірдеңе ғой, дейтін. Или сен де екінші алайын деп жүрсің бе? Маған кетті ғой. Сен білетін бе ол кезде? Білесің ба сен ол кезде? Тұр ғой, қойылған білет ғой, бірге жүрді. Жоқ, енді Шымкентте. Шымкентке келген сайын сонымен жүрген ғой. Менен отчет алды. Мен бірге жүресіңдер. Екеуің бір гостиницаға барасың. Бармаңдар деп айтам ба? Танисың ғой сен де. Танымайым. Аллах айтайын түрін көрмегем. Клянись мамой. Клянусь мамой. Аллахтың атымен. Келатыр қой, мен айттым, біреудің семьяларында нелерің бар? Самый главный, Мадина келісіп тұр, болды емес па? Өзі біледі, өздерінің семьясы. Мен өйтпеймін дейтін, бізде қырғын болып кетір ғой. Туған күн не болып кетір ғой. Неге туған күнді айқай естіп жатырмын деп алды. Сонымен егер ана-мана бәрі неге бүйтеді? Айтамыз ба Мадинаға? Звондап аяп отырмын. Алтын ғой Мадина деп қырғын бастап кетір ғой. Полный Дако артында, Дако өзі үндемейді ғой. Дако полный видео түсіріп кетір ғой. Ол бар екен де білмейді, нерв болып. Қызғанады ғой, конечно, шеше бейшара өзі ағып өліп қалған шығар аяқта. Хайуан кет қалмай ма бұндай Тағы сонымен келдік та ұйықтап қалдық, үйге барып демалып қалдық, короче. Ертеңнен бұл уже азанда таңғы сағат рейспен Келіншегің келеді. алған. Сөйтіп, Келіншегіңе түсіндірдің ғой? басында Біледі ол, басында. сөйтіп келеді, мен сразу Ташкентке кіріп кетем түнде. Барам да гостиница алып ұйықтап қаламын. Келген кезде звондады сол жерге барам деп. Сөйтеміз, біз машинамен шығамыз ғой. Кеттік, Марат бар, барлығымыз 3-4 машина болып шықты, ғалымдар бар. Не болады, кеттік деп. Азық ақта деді ғой, короче.
Ол бөлек жүреді дедік қой, короче. Екінші бар енді. Әкемесін деді ғой, короче, мерекелі. Сөйтіп границаға келген кезде уже әкелсін деді ғой. Көрейікші кім екен. Мерекеде жампыраны көргісі кеп. Бетін тілем менің, өз-өзім ұстай алмаймын деп тұр ғой. Мен сол жерде азаматты ұрам деп тұр ол кәдімгі. Айарам деп. Тиіспеңдер деді ке, негізінен жүре берсін. Келіп тұр ғой Ташкентке. Екіншін алып келсін деді қой, короче. Біз мынаған жазып отырық. Может, андай фаранжама бірдеңе киіндіріп алып келерсің. Былай жауап па? Бүйтіп жауып ше, сөйтіп алып келетін шығарсың деп. Давай, бұл ұйықтап қалды, короче. Әбет болды, жүрік, андай қабарды. Әйеліңді киіндіріп апармадың ба? Сосын сөйтіп ойладық қой негізі. Керек емес шығар деп болды. Ертең видеоға саламыз ғой оны. Сосын мүмкін басқа әңгіме кетіп қалар деп ойладық, короче. Сөйттік та, Бешқазаннан тамақ ішіп алдық, тағы бір жерлерге бардық, уже түс болып жатыр. Азамат театр уже, бәрін бір жерде қыдырып жүрек. Азамат театр дедік қой, короче. Алып театр дедік. Бәрі андай. Қақта, жан-жағына қарай берді, кеп қалды ма деп. Әйелің сен осы істемен жүр, Иә, бірге жүр ғой. Сөйттік та шықтық қой бүйтіп. Бәріміз далаға шығып, Аза қақтасын еді, Аза, Майдина екеуі деп театрға. Ан жерде мерекенің түрін көрсе, еба, малдар, малсыңдар. Азы ілдіктендер қызын. Құрметті ағай, бір босадық ау. Деп кетті. Мен сол кезде көрсетеміз ғой, еще видеосын көрсетеміз ғой, мереке. Неше күн ілдік, 4 күн бәлік театр қой енді. 4 күн бойы қырылып жүріп қой, ойлаш, тамақ ішеміз, настроение жоқ. Өзімізге қызық. Мен тез айтып жақын кеп бара тұр уже. Жандостың туған күнде мереке амандасқан жоқ қой ма? Әшейін құшақтамамыз ана. Десе алды ғой сен. Сол жақ жүрді. Ек көріп тұр кәдімгі. Артынша ана видеоны көрсетеміз ғой, машинаның ішінде отқан мен туған күннен кейін видеоны көрсетеміз ғой. Или өтірік айтып тұрсыңдар ма? Біз өйстіп жүргесін деп тағы сенбей бастады ғой негізі. Қалың брат айтты. Не деді? Өйстіп азаматтың атын пранк деп жаптыңдар ма енді дейді ғой. Сол жерден қайттан ілінеді ғой. Әлде сендер өйстіп отырсыңдар ма бірдеңе? Сол кезде видеоны көрсетеміз ғой. Мына боқтағаныңды білесің ба деп. 9 минут па боқтаған ғой, короче. Мама, ана боғауыздар. Мен мерекем білем ғой. Өмір. Примерно мереке солғы. Ема, анау дейтін. Оны салып қойдық видеоны, Қош салып қойдық. Біз байқамайық. 4 күн ілу деген. Деген болды ғой. Түсінем, 1 сағат ілдің, 2 сағат или күннің соңына дейін ілдің деген. Табиғысын таппай қалдық қой, не істейміз деп. Жүре берді ғой, короче. Негізі сен Алматыдан шыққан кезде айтып қойдың ба, келіншегің мен алдырып аламын сені? Жоқ, білмейміз ғой. Табиғысын жолда шығарып Машинаға отқан кезде барып бастадық қой, сөйтіп айт дедік та. Сөйтіп жолдан іліп бератырық қой үшін. Сен Алматыға Шымкентке шығатын кезде келіншегіңмен не деп неғылың қалдырдың үйге барған кезде? Просто қалады енді, тойға кетіп бара жатырық қой біз ол кезде. Просто қалады, бізде ондай жоқ десе. Бізде спокойно кете береміз. Сендер қалай тұрып жатсыңдар? Жоқ, ана әйелдер барып жатыр ғой бірдеңе деп не істеді ғой, ана үгіттеді ғой. Оны демейді. Бір қырылып алдыңдар ғой негізі? Жоқ. Ол өзіне қандай әйел керек екенін біліп алып отыр ғой. Ол әйелде қандай күйеу екенін біліп тиіп отыр ғой. Ишак просто Шымкентке жеткенше қызық қылды ғой өмірімізді ше. Жай барамыз ба не деді ғой, короче. Машинаға отыра салып ғой. Негізі бүйтіп отыр, қайта-қайта аналар айтып отыр ғой, Майдина неге алып шығып отыр деп. Арсенге айтып жібере салды ғой. Бүйдеп айтшы. Көрейік сосын ары қарай деді ғой. Анау жыртып жіберді, бірақ машинамен бүйтіп келіп тарғап келген кезде қасымызға келді ғой. Үшеуі бүйтіп қарап отыр ғой. Деп отыр ғой бүйтіп ше. Жыртылып қалдық. Жасөк бар ғой айтын. Алмас Есенхан бар, сон пранкер, тараздық. Кім бар? Алмас Есенхан ше, ана ютубқа пранк. Иә. Сол үшеуміз қалада жүреміз да, ішіміз пісіп кетті уже. Сөйтіп любой адамды ілеміз дедік қой, короче. Кім бірінші кезігеді алдымыздан, любой темада ары қарай импровизация. Давай деді, тоқташы жаннан қасына дедік. Мен алдында отырмын, рульде Алмас отыр, артында Жасөк отыр. Давай деген артта парик тұрған, сразу Жасөк киіп алды басына. Сөйтіп бірінші адамға тоқтадық. Саяхат 500 дейді ғой. Отыр дедік, отырғыз болдық. Кетіп бардық. Импровизация, білмейміз кім не деп бастайтын, қандай пранк. Жасөк артта отыр, сен екеуің алдында отырсыңдар, анау клиент отырды. Артына отырды. Мен артыма отырды.
жігіттер жіберіңдерші деді ғой жасөк. Сөйтіп бастады ғой. Үйсіп бастаймыз ба деді отыр ек. Отыр дедік. Алмас та боқтап отыр. Отыр деп бір ұрады ғой кәдімгі жасөкше. Басынан ше бір сенсін деп тұрып қой енді. Братан бірдеңе деді да. Брат, телефон берші дейді анаған жай ше. Біз естіп отырған ше. Телефон беріп отыр анаған ше. Телефон беріп отыр. Тоқташы да, телефон беріп отыр ғой наған деп отыр. Братан беріп отқан жоқ. Отыр етініш деп анаған секіртіп қой, жасып қалып қойды. Қанша деді мынау жаңа деймін ғой. Алмасқа ше 500 дейді. Қандай 500, 600 деймін ғой. Алмасты ше. Ана болды братан дейді ғой ше. Болды братан дейді ана. Сөйтіп жүріп кәдірік бірге жасөк есікті ашып отыр ғой. Типа қашайын дейді. Қуысқа кіріп кеттік бейді. Кірдік та екеуміз де түсеміз де жасөк шығарып ұрамыз ғой кәдімгі. Теуіп отыр. Ана отыр іште. Іште отыр. Терезені ашып тастадым мен. Әлі естілсін дауысты. Сояққа апарып шынымен ұрамыз. Жасөкті кәдімгідей теуіп отыр қой да жерде ше. Деді ғой бір кезде. Қап дейіп кетіп еді. Теуіп артын есті ашам ғой анан. Отқан жағын ше. Қаяқтықсыз сен деймін ғой. Батан ақтау өткім деді. Қай жерінен ештеңе көрген жоқсың түсінің ба дейміз. Болды братан ештеңе көрген жоқпыз дейміз. Қайттан жабамыз да мына багажникке салып аламыз ба дейміз ғой. Жасөкті ше. Қуасыңдар ма деп отыр ол ше. Багажникке салайық кеттік деп ашып жатыр ғой мен. Қумаш деп жатыр. Братан ішке отырайын, ішке отырамын дейді. Болды деді да. Қолын байлап тастадық па бірдеңе қылдық. Отырғызды қайтып кетіп бадыр. Мал екен. Көшеде кетіп бадыр. Сөйтіп. Жігіттер мен ақыры өлтіресіңдер қоя дейді ғой жасөк. Соңғы сөзімді айтсам бола ма дейді ғой. Қандай сөз айтшы ал деп. Артта отқан жігіт ерінен сүйсін деді ғой. Біз жыртылып қалдық. Анан түрін көргізіп тұр ғой енді. Қандай күлмейді ғана вообще. Түсіп тұрған жоқ әлі. Әлі қорқып тұр ғой. Күлмей тұр. Одан кейін 1 минуттан кейін ба түсінді ғой пранк екен. Просто ана түсіп әлі күліп жатыр деп ойлап тұр ғой бізді. Брат, пранк деп бар апарып тастады қызын. Ана әрекет қандай болды деймін да анан. Түсінбей қалды ғой, қорқып кетті кәдімгідей. Қорқып тұр ғой. 1 минуттан кейін барып түсінді ғой пранк екенін ше. Пранк па не деді ма? Одан кейін дәл кеттіңдер ғой сіздер. Ары қарай анау Абылай ханның бойында тұратын нелер бар ғой. Квартира сатып тұрады ғой. Соларға бардық қой. Енді сценарий қандай деп біреуміз қыз болуымыз керек деді қой, квартираға кіріп барып. Сөйтіп мен резко рөлға отырып алдым. Жасөк сен болсайшы енді парикне қумаш еді. Жасөкті андай ғой, резко Алмасқа секіріп жіберді. Болды болсам болайын дейді да, Алмас очки киіп алады көзіне. Несін көтеріп тастайды да, типа қыз сияқты. Қыздың паригі негізі. Сөйтіп артында отырып алды. Квартирада Жасөк екеуміз отырып алдында. Тоқтаймыз квартира. Саламатсыздар, квартира бар ма осындай? Бар. Қанша адам боласыңдар дейді ғой. Деп не түседі ғой артыр. Үшеуміз дейді ғой. Алмас ше. Болды. Не болады енді? Дальше 2 ұл мен 1 қыз. Кім туысқандарың ба бірдеңе деп тұр ғой енді. Не болатын еді? Квартирада апай дейді ғой. Сөйтіп тұрады да, ана бізге жай айтып отыр жаңа квартираны беретін апа ше. Мен олардың еркек қой дейді ғой. Еркек па не деймін ғой мен. Еркек па не? Кімді алып келгенсің сен? Жасөк деймін. Деп негізі Жасөк екеуміз түстік та, Алмас түсіп, сол жерге қалдырып кеткіміз келді, ана апайлардың қасында ше. Просто сөйтіп келе жатқан кезде артымызда менттер келді да, алып тастаңдар деді, ана автобустың неге тұрып қой. Алып тастап жүріп кеттік, алып тастаңдар деген кезде деп жүріп кеттік та, бар тоқтадық. Артымыздан келіп қайттан тоқтады да. Не істеу үшін сендер ана осыны? Менттер ма? Менттер іліктемеші? Жоқ, не істеу үшін? Алмас таңып қалды. Пранк түсіріп жатыр ғой осындай дейді. Жүрсендеші дейді ғой. Нақта бір апа бар, соны ілейік бірге дейді ғой. Ағылар қызық кетті ғой. Олар да кіріп кеткен. Қызық кете ма? Жылына тиіп жүрген бір апа бар екен андай. Соны ілейік барып деп тұр ғой. Болды деді. Тоқтамай өтіп кеттік ары қарай.
кетіп қалдыңдар ма? уже ары қарай уже переворот кетеді. Кемсің. Қызық біткенше. мына жақта бір апа бар соны елестеймін. Жандарымыз. Полиция қызметкерлері. Короче, мынандай болады. Бір жігіт андай достарымен сөйлеседі ғой. Қыздарға барайық бір біле деген сияқты сөйлеседі ғой, типа. Анаяқтан бір достары қонақ болып келіп отқан, жазып отырған қыздарға барайық бірдеңе деп. Сонда айтады, қыздарнет деген не бар, типа. Сайт бар, сол жақтан заказ беріп ала берсіңдерші бірдеңке сіріңке деп сөйлескен, туалетке кірген, душқа түскен. Сөйтіп, короче, телефон каким-то образом әйелі көріп қояды ғой. Аны переписканың бәрін. Типа қыздарға барайық бірдеңке сіріңке деген бәрін көріп қойғанын. Сонымен әйелі қырғын шығарады ғой. Сен қыздарға барып жүрсің ба бірдеңке сіріңке? Жоқ, барған жоқпын. Жоқ, ол сол переписка болғанда сөйткенде сол күннің бір күн өтіп ертесіне оқып қойған ғой, короче, сөйлескенде. Анау ертесіне шандай екен. Қыздарнеттен қарасай бірдеңке деген болды, сонымен біткен ғой переписка, диалог жоқ ары қарай. Ары қарай телефонмен сөйлесіп кете берген ғой енді. Сонымен, наңғара, сен енді оқыдың бірдеңке сіріңке, сен бүйткенсің ғой, сайтқа айтқансың ғой, сайттан сен сонда сайттан қыздары бар, бүйтіп жүрсің ба, сөйтіп жүрсің ба деп. Жоқ, мен типа до того анан мен шайқап жіберген ғой, короче. В общем, заттарын жинап, измена жасадың сен измена жасадың дейді да, заттарын жинап есіктің алдына қойып қояды, короче. Анау ақталып жатыр. Жоқ, барған жоқ. Тұр ғой міне. Кеше достарыңмен болғансыңдар ғой сендер. Анау тұр. Сен тұр ғой бүкіл сендер барғансыңдар деген ғой. Жоқ, мен жатқан жоқпын. Мен жатқан жоқпын деген. Неге десе, қымбат. Қымбат олар дейді. Ақшам жеткен жоқ, қымбат. Шындығын айтып тұр ма бірақ? Өтті ма? Мен емес, аналар барды деген ғой, короче. Сен сөйлескенсің ғой, бәрің бірге барғансыңдар, кеше үйде болған жоқсың ғой сен деген ғой. Қымбат. Ана датабо күйеуі. Жындан. Ана бармағанын түсіндіре алмай жатыр да енді. Ең қатты бізді жыртатын әңгіменің бірі осы. Екен ол. Біздің Қармақшыда андай өзіміздің кішкентайдан районның темасы бар. Сөз, әңгіме. Кез келген сөздің бастапқы 3 әрпін былай ауыстырып жібереміз. Қалайсың дегенде лақайсың дейміз. Пекеміз оны рексінше өлесеп топыра береміз посындай ереже. Нестер түсінбейсіңдер? Сендер түсінбейсіңдер деген сөзіміз. Любой адам байзал деген сөйлей береміз ғой шым. Любой жерде ол күшті керек. Бір жерге барамыз ғой. Посторонний біреу келіп қалады ғой. Зәкір сеттейміз, бірдеңе отыра береміз бірімізге. Андай керісінше сөйлепші. Сөйлесіп андай. Сол жерде сөйлесіп отыра береміз. Сізде қарап отыра береміз. Той иелерінің көзінше де любой нәрсе айта береміз. Күшті бұл тема негізі. Сөйтіміз да сөйтіп жүрдік. Сөйтеді да мына ешек бір дос баласын алып келеді ғой. Осы Алматыда жүрік. Дос баласын алып келді да амандасып жатыр еді. Қой, қалайсың деді. Дос балам ғой деді. Ассалаумағалейкум, жандос болады бірдеңе дедім. Рексінше түсінбейді деді ғой. Керісінше түсінбейді деген сияқты. Біздің тілде түсінбейді деп айтып тұр ғой бүйтіп. Мен де соған қызып кетпейді. Ой, тоқақсап деймін ғой анаған. Боқтайды ғой шым. Түсініп тұрсың ғой. Ой, тоқақсап деп екің уә дейді. Сөйтсем анау да түсінеді екен ешек. Одан Қызылордаға барған ғой бұлар. Қызылордада вообще тек қана Қармақшыда ғана сөйтіп сөйлейді біздің братандар ғой, Садовойский. Садовой. Десятка десе. Солар, короче, мыналар Қызылордаға келгенде бәрі балдарымен жүрген ғой. И бір такси жалдайды, короче, таксиге отырады да барлығы әйелді керісінше сөйлейді. Уже үйреніп алған ғой, қасында жүр. Барлығы түсінеді, короче. Сөйтеді да машинада орып отқан ғой. Не істейміз андайда мындай керісінше сөйлеп отыр жаңағы. И таксистке тиісіп бастаған ғой. Таксисті сыртынан әңгіме айтып отыр. Не дегенсіздер? Боқтап отыр. Боқтап отыр. Сөйтіп боқтап артында отырып, Макс деген жолдас бол, боқтап отыр осындай. Біз үндемей отырық өзіміз. Мынау бірдеңе, біз күлдіру үшін әрдеңе айтып отыр, күліп отыр. Таксист жайлы айтып отыр. Таксист машина үндеген жоқ. Келді да тоқтады да үстінем ғой менде жігіттер деді. Мен де Қармақшынмын ғой жігіттер деді ғой. Барлығын түсініп келген ғой жолда. Мен де Қармақшынмын ғой деймін. Қармақшыда в основном осылай. Мен бүткіл жер апан депен, епен депен дейтін бар еді ғой. Сондай сияқты ғой деп жүрген тұғым. Бүткіл әлемде бар, Қазақстанда бар шығар десем жоқ екен. Біздің Қармақшыда Садовой дейтін район бар, солар шығарып алған. Кез келген сөздің бастапқы 3 әрпін алады да былай қойып жібереді. Жоқ дегенде қож дейсің. Барам дегенде рабам дейсің. Нұрболхан дегенде Румболхан? Бұл бастапқы любой 3 әрпін аласың бұл. Кеміс дегенде мекс дейді бізде. Қыздарға не айтады? Сен қалай айтса да азамат деген ғой да? Аударып отқан ше. Азамат қойып. Ондай кезде п қойып жіберіп аударады.
апаза түсіндіріп отырсақ. полный система өзің сөйлеп қалсақ қоялар айтса Жіберіп қойсақ. сізден қоймен деді. осы подкасттан кейін бәрі біліп алса әңгімені любой жерде. Керісінше түсінетіндер жазады ертең. Астына біздің қармақшылықты көріп жатса, астына керісінше жазып кетіңдер. Өзіміз ғана түсінетіндер. Ламсыңдар ғой десе. Аста комментарий десе. Ламдар десе. Ламдар. Қазақ екеуміз келдік. Ғазиз ағамыз Назар ауданында. Келдік та мен кету керекпін ертесіне. Суббота күнге біз Мехабаймен полный басқа жаққа кетеміз. Сөйтіп келеді де музыкант ұшпай қала ма, сондай музыкант таппай отыр. Аза тауып берші, мен шығып жүргендер осындай босамай қалды деп. Болды деп іздеймін. Шынымен ешкім бос емес, короче, суббота күні. Вообще. Андай бәріне шығып отыр. Полный бүкіліне шығып сонда кім бар? Танысым. Тауып қойыңдаршы тағы да еще бар ма деп. Бәрі бос емес. Сөйтіп Макс деген балаға да звондап қойғам. Оны алдым ше. Екеуміз отырық ше, громкомен сөйлесіп отырық. Сөйтіп тұрады да бос емеспін, мен тойдамын дейді да. Көшіп дейді. И обратно Макс қайттан звондап отыр маған. Кімге еді негізі дейді ғой. Тұрсынбек аға ғой тәкеңе. Қойш дейді ғана. Осындай сен кімге де ойлап отырсың дейді. Мен Жандоспан біреуге де ойлап отырмын осындай дейді. Жоқ, тәкеңе кәдімгі тәкең өзіне отырып түсу керек, мен просто қалада емеспін осындай. Болды, родной, мен босатамын онда деді ғой. Болды деді, Қазаға қойып жатып жартылып қалдық екенбіз. Өйтіп тұрамын да, удостоверение алды-артын жіберші деймін онан. Болды, алды-артын түсіріп жібереді. Ертең костюм шалбармен келесің ар жаққа. Андай футболка іштен киіп алма ішінен. Кәдімгі ақ көйлекпен, как положено. Сөйтіп кел, сосын маск тағып ал бетіңе дедім да. Ана жерде маскасыз кіргізбейді. Запасной тағы да алып ала сал. Болды деді. Ертесіне мен ұшып кеттік басқа қала. Қазақ звондап отыр 5-те. Не қылды ана Тұрсынбектің тапер дейді. Сөйтіп бір кезде кірген, қазаққа тығылып тұрған ба, көрмей қалған қазаққан. Кім жүргізеді бүгін деген ғой. Ғазиздер болады, өзін назарын қойшы деген, ар жақтан шыққа келген. Екеуі бір-бір көрген жартылып қалып, видеозвонок звондап тұр оман. Қазаққа ше. Мынау толтырып, бап базар жоқ дейтіндеріме шығарайын деп тұр ғой мен. Тойдың бәрі дік деп басылайын деп тұр ғой дейді. Маска ше анау деп пачканы шығарып тұр ғой. Астанада фестивальдің кезінде бәріміз бардық. Полный Мехабай, полный бардық. Жыл. 23 ғой. Қайда ана Фестиваль ма? Северный сияние. Сояқта жатыр, квартира алып тастағанбыз. Жасөк екенбіз ғой. Лифттен түсіп баратсақ, ана жақтың бәрі бүкіл квенчиктер отыратын. Бір білмейміз ана жақтан квартирадан шығып лифтке қарай баратсақ, 29-30 артқа алға тығылған адамда дейді ғой. Есіктің артында сөйлеп отыр бір үйдің. Екеумізге қызық болып кетті ше. Кімдер бұлар? Тоқылдатайықшы деп. Давай деп тоқылдатамыз. Есікке жұмып тұрған да анау. Ашатта арт цветтің бәрі өшік тұр үйінде ше. Не істеп жатсыңдар дейміз ғой, жай ше. Тығылмашақ ойнап отырып бұрадан. Қойш дейміз де, кіреміз ғой, кірейікші дейміз ғой. Болды бұрадан кір, жасөк танып тұр ше. Кірсеңдерші бұрадан деді. Кірдік, фонарик қостық үйге ше. Свет жақып қойсақ, анан бәрі шығып қойын деп тұр ғой, біртіндеп тапқымыз келіп тұрған бұларды. Қызық қылшы. Фонарикпен біреу диванның астынан шығады ғой. Не істеп жатсың дейміз адаған. Анау шығады. Бір кез жасөк жағы жүрді светті. Әр қайсысы 2 бөлмелі квартира, бірақ ана ортаға ғана тығылып отыр бәрі. Бір ана бөлмеден шығады, бәрі шығып келе жатыр ғой. 9 балама шықты ғана жүргенше, жан жақтан ше. 2 бөлмеден ба? Иә. Болды ма бәрің осы біз жасөк екеуміз шыққан сайын жыртып жатыр ғой. Болды ма брат деп, болды ма дедік те осымен, бар ма деп, перденің артынан мен бармын брат деп біреу жүріп қойған. Жоқ, нелерің бар деймін да. Тығызпа ойнап жатқан үйде. Олар да базар жоқ, кіре берді, кіргізіп алып. Фонарик жағып жүрсін. Біріндеп таққымыз келіп отыр. Жасөкке ұстады ғой бірақ. Әрқай шыққан жерлері ше енді. Диванның астынан андай ше. В общем, сіздер күткен азамат осы. Таныс болыңыздар. Пранктың атасы
Азамат деген жігіт осы болады. Ертең көшеде анау мынау жерде түрін жаттап алыңдар. Бұның датауыз жындылығы бұл баяғыда неше жыл бұрын? 2020-да ма, карантиннің кезінде ма? 20-21-де бұл любой названда пранк істейтін бағам ғой. Тукаға звондаған Нұржан Төлендиев ағамыз. Болған оқиға подкастымызда әдемі көңіл-күй сыйлаған қонақтарымыз Жандос пен Азамат. Рахмет сендерге. Михавая 71. Егер күлген болсаңыздар, хотя бы осыны көріп отырып, бір рет болса да ыржисаңыздар, онда лайк басыңыздар. Қатты күлсеңіздер, комментарий жазыңыздар. Қатты ұнаған болса подкаст каналға жазылыңыздар. Все, рахмет.